Байбол және сиқырлы әмиян. Байбол қолында 2000 теңге ұстап тұр, қуанып кетеді. Байбол, ура! Міне, ақша. Енді балмұздақ, чипсы, шырын бәрін алам. Осы кезде қалтасынан кішкентай күлгін әмиян секіріп шығып сөйлей бастайды. Тоқта, Байбол. Мен сенің әмияныңмын. Мені құр босқа жұмсай берме, менің де армандарым бар. Байбол таңқалып, әмиян сөйлей ме енді? Әмиян мақтанып, әрине. Мен тек ақылды балалардың қалтасында өмір сүремін. Дүкенде дүкенші қонжық күліп қарсы алып, сәлем, Байбол. Не аласың? Байбол ойланбастан, бәрін. Чипсы, шырын, балмұздақ. Бұны естіген әмиян шошып, жоқ. Егер бәрін алсаң, ертең ештеңе қалмайды, дейді. Ал мен бүгін рахаттанғым келеді. Әмиян күліп ақша жұмсағанда рахат, бірақ ертең аш қалу онша емес. Сол уақытта Айжамал дүкенге кіреді. Айжамал, мен ақшамды бөліп жүрмін. Бір бөлігіне тәтті алам, ал қалғанын жинақ банкіме саламын, дейді мақтанып. Байбол таңқалып, сонда сен өз ақшаңды сақтайсың ба? Айжамал, иә, мен велосипед алғым келеді. Сонда әмиян, көрдің бе, Байбол, ақша тек бүгінге емес, ертеңгі арманға да керек. Үйде Байбол үстел басында отыр. Әмиян екеуі ойға шомған. Байбол ойланып отырып, бүгін мен тек балмұздақ алдым, қалғанын жинадым. Енді менде 1500 теңге қалды. Әмиян қуанып кетіп, міне нағыз батыр. Ақшасын басқара білетін бала болашақта бай болады. Байболдың көзі жайнап, сонда мен де бір күні Байбол миллионер болам ба? Әмиян күлімсіреп, егер мені құрметтесең, міндетті түрде, деді. Осылайша Байбол ақшасын босқа жұмсамайтын болды. Ол үнемдеп әр теңгесін орнымен пайдалануды үйренді.